Шымкент қаласы маңындағы Ақтас полигонында сарбаздар әскери техниканы игерудегі шеберліктерін көрсетіп, өзара жарысқа түсті. Елімізде алғаш рет өткізіліп отырған байқауға республикамыздың орталық, батыс, шығыс, оңтүстік өңірлік қолбасшыларынан және әскери институт пен Астанадағы 1-ші бригада жауынгерлері қатысты. Бұл жаттықтың басты мәселесі сарбаздарды дайындау. Бүгін 3-ші этапы, соның ішінде БТР экипажының үздігін бақылау жаңағы сарбаздардың арасында және үздік әскери жүргізушіні бақылау. Жаттығу жарысының шарты бойынша оқ өтпейтін ауыр техниканың жүргізушілері Ақтастағы 5 шақырымдық жолға орналасқан кедергілердің арасымен жүріп, биіктерді бағындырды. Сонымен қатар темір жол мен көпір үстіне шығып, су толтырылған шұңқырдан және мина даласынан өтеді. БТР-дағы атқыштар арнайы орнатылған нысаналарға атқан оғын мүлт кетпей дөп тигізуі тиіс.